Қарағанды жастары парақшасының көрермендері. Бүгін біздің кезекті сапарымыз Бесшоқы тұрғын массивіндегі нөмір 8 орта мектептегі мұражайға келіп тұрмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Мен Алтынай Құрбанова Раушан, Мұнайлы аудандық жастар ресурстық орталығынан келіп тұрмын. Біздің мақсатымыз осы ауданымыздағы мектепішілік мұражайларды аралап, оны әлеуметтік желіге жариялап, жастарға насихаттау бағытында түсірілім жасап жүрміз. Ал енді қош келдіңіз. Мен Үстірганова Алмекен. Біздің мектебіміздің мұражайы кеше мен бүгіннің өнегесі ұрпаққа мұра атты. Біздің мұражайымызды таныстырып өтейін. Мұражайымыз 3 бөлімнен тұрады. Мына бөлім Мұнайлы ауданының тарихы. Бұл жерде жалпы Мұнайлы ауданының ашылуына 10 жылдығы болған суреттеріміз қысқа монтажда көрсетеміз. Бұл же біздің мектебіміздің тарихы және ар жақта этнографиялық бөлім 3 бөлімнен тұрады. Бұл жерде және де оқушыларымыздың жеткен жетістіктері, мұнда мұғалімдеріміздің жеткен жетістіктері барлығы орналастырылған. Мұнда біздің Мұнайлы ауданымыздың құрметті азаматтары және аудан әкімдерінің жалпы ақпараты берілген. Бұл жақта және мына жақта бізді этнографиялық бөлімі. Бұл жерде қазақи киіз үйлер, бесіктер және бұрынғы ата-бабаларымыздан келе жатқан қолданылған ескі заттарымыз орналастырылған. Бұны жалпы мектеп мұғалімдері, оқушыларының әкелген көрмелері. Мына оқушылардың жасаған қолөнерлері. Жалпы бұл мұражайдағы барлық дүние осы жан-жақтан, осы ата-аналардың, осы мектеп әкімшілігінің көмегімен жасалған деген сияқты ғой. Иә, бұл жердегі барлық нәрселер біздің мектептің оқушыларының және ұстаздарының, ата-аналардың және мектеп тарапынан жасалған барлық нәрсе осы қолөнерлер. Және мына жақта көбіне біздің аудан ақындарының кітаптары орналастырылған және оқушылардың көптеген қолөнерлері бар, жетістіктері. Ал мұнда келетін болсақ, бұл жерде оқушыларымыздың қазақи өнердегі жасаған мұнда жастық тыстар, көрпешелер және де қолөнерлер, мұнда киіз үйлер, қолмен жасалған және де қазақи көйлектері, оқушылардың еңбек пәні сабағында жасаған қазақи қолдан жасалған дүниелері. Мына жерге келетін болсақ, бұл жерде ең үлкен бізге көзге көрініп тұрған біздің ауданымыздың мешіті. Бұл оқушылардың туындылары, бұның жетекшісі Ерлан ағай. Ал мұнда Дәмеш апайдың Экспо 2017 өткен көрмеде бұл жерде экспоға дайындалған әртүрлі қолөнерлеріміз бар. Бұл жерде жетекшілері Мырзабаева Дәмеш және Марал апай және де Ерлан ағайлар жасаған үздік туындылар бар. Ал мынаған келетін болсақ, біздің бәйтерегіміз Астанадағы, бұны да оқушылар қолдан жасаған макеттер. Мынаған келетін болсақ, бұл біздің еңбек пәнінің мұғалімі Туралиев Ерлан ағайдың жасаған туындысы. Бұл Мұнайлы ауданының архитектуралық макеті. Жастар орталығынан мұражайға саяхатқа келгендеріңізге, біздің мұражайымызды таныстырмаққа көңіл келгендеріңізге үлкен рахмет. Менің жастарға да айтарым, жалпы осындай мұражайларға келіп, дүниетанымдарыңызды дамытып тұруларыңызға кеңес беремін. Осылай мұражайларды өркендетіп, ары қарата дамыту жалпы ойымызда бар. Бұнымен біздің мектептегі мұражайымыз шектеліп қалған жоқ. Бұдан да үлкен жалпы кабинет ашып, мұражайды ауыстыру жалпы мектептің жоспарында бар. Бұдан әрі де мектебіміздің мұражайы көркендейді. Алмекен ханым, сізге көп рахмет. Мана бізді жақсы қарсы алып, мұражай тарихын толықтай таныстырып өткеніңізге. Осы мұражайға да біз алдағы дамуына шын жүректен тілектеспіз. Одан әрі дами берсін, алдағы жұмыстарын аса берсін. Және де біз бұнымен тоқтап қалмаймыз. Бұдан әрі де біздің баратын мектепшілік мұражайларымыз бар. Бізбен бірге болыңыздар.